Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын клярда балық қуыратын боламыз. Мен алабұға, яғни судак балығын пайдаландым. Ең алдымен балықты филесін осылай кішірек бөліктерге бөліп аламыз. Ұсақ болған бөліктерін пайдаланбасаңыздар да болады. Одан фарш жасап, рыбные палочки дайындасаңыздар болады. Балықты жақсылап тұздап аламыз және араластырамыз. Араластырып алған соң кляр дайындаймыз. Ол үшін кеңірек ыдысқа бір жұмыртқа саламыз. 200 мл жылы су құямыз. Су ыстық болмау қажет, әйтпесе жұмыртқаларыңыз пісіп кетеді. Жарты шай қасық тұз қосамыз және де бәрін жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алған соң 100 грамм ұнымызды електен өткізіп қосып, бәрін жақсылап, ешқандай кесек қалмайтындай қылып араластырамыз. Араластырып алған соң жарты шай қасық ұсақталған куркума қосып және де араластырамыз. Куркума қосуға кеңес берем. Куркума біріншіден пайдалы, екіншіден осындай әдемі сары түс беретін болады. Енді осылай балықтарымызды матырып алып, бірден қызып тұрған майда салып қуыратын боламыз. Майды кляр дайындап алған соң міндетті түрде қыздырып алыңыздар. Осылай салып, екі жағын аударып 15 минуттай қуырып алатын боламыз. Қалған балықтарымызды дәл видеодағыдай салып, екі жағын қызарғанша орташа отта аунатып отырып қуырып аламыз. Яғни екі жағын аударып отырып қуырамыз. Балықтарымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.